Так, бүгін сәуірдің 22-сі 2024 жыл. Мынау шабдар айғыр. Осы кеше салып қойдық 9 басқа. Ішінде жалғыз бие бар, жабағылы бие. Биылға қысырақ. Биыл шығып атқан қалғандардың бәрі 1 жасар тайбайталдар. Алла қаласа ертең сенбі күні шығарамыз бұлардың барлығын. Қазір жем жеп жатыр. 10 басқа бір руын шөп. Bir кеште жеп қойды бір бәрін. Ендігі бір мәселе, менде мына білгендер болса айтып жіберсе, қорада тұрып өзіне өзі ақсаңдап тұр міне бір байтал. Жалпы ісік ештеңе жоқ аяғында. Біздің тағы бір өшеде бір алдындағысы торы байтал тоже мына қара мен торы екеуі де ақсаңдап тұр. Кім білет, соны айтып жіберсеңіздер. Былтырда менде осындай жағдай болған, бірақ далаға шығып кеткеннен кейін кеткен өздері. Қазір енді олар Қонақжанға шығып кетті, 2 жасар. Бұларға қазір қорада тұрғанда арпа беріп тұрмыз. Ноқтамен тұрған айғыр, 5 жасар айғыр. Былтыр үйірді қайырмай далаға жіберіп қойғанбыз. Даладан жүріп сол өзі бір 3-4 байтал қосып алған, бір құлынды бие қосып алған даладан. Жүрді, соны осы жақында айырып алып келдік. Тентектеу айғыр енді бір. Бірақ жетекке жүреді әйтеуір. Мынау бие қарап тұрған, торы бие. Құлағында ендері жоқ. Байталдар. Ағы орада тағы да бір үйір тұр. Бірақ 6 баспен тұр, әлі қосатын болып шығара алмай тұр. Қазіргі жағдай осы.